Қазақстанда тұрып, қалай қиналмай 50 миллион теңге жинауға болады? Бірден айтайын, ол үшін сіз әлемдегі ең үлкен гений болуыңыз міндетті емес, айына 1 миллион, 2 миллион теңге табу да міндетті емес. Бірақ бұл ақшаны мен қазір салып бай болып кетем деген схема емес. Себебі ондай схеманы іздесеңіздер, Инстаграмда алаяқтар көп, любойын көре беріңіздер. Ал мен реально жұмыс жасайтын әрекеттер туралы айтам. Айына сіз 300-500 мың теңгенің арасында тауып жүрсеңіз, онда осындай байлық үшін 100 мың теңгеден жинауға болады. Жылына 23% кіріс көрсететін инвестицияның түрін табу қиын емес, Қазақстанда өте көп. Ай сайын 100 мың теңгеден салып отырсаңыз, 10 жылдың ішінде сізде 46 миллион теңге жиналады. 12 миллион теңгесін ғана өзіңіздің жинаған ақшаңыз, қалғаны таза үстіндегі табысы. Тағы да 3-4 ай күтсеңіз, уже 50 миллион теңгеге айналады. Мысалы, кассадағы облигацияларды қарасақ, 23% кіріс беретін облигациялардың тізімі осы. Кез келген копировать деп, Freedomға кіріп, поискқа жазсақ, шығады, купить деп басып сатып ала берсек болады. Ай сайын 100 мың теңгеден алып тұрсақ та болады. Бірнешеуін алсақ тіпті жақсы. Әрине, инвестицияның рискі бар, ақша азайту қаупі бар. Соның барлығын есептеп барып, зерттеп барып инвестиция жасаған ең жақсы жол. Ал зерттеуді мен 3 күндік экспресс онлайн курсымда айтамын. 590 теңгеден тіркелгіңіз келсе, төменде плюс қалдырыңыз, жекеңізге тіркелу инструкциясын жіберемін. Бұл видео пайдалы болса, лайк басыңызда, поделиться деп 50 миллион теңгесі болсын деген достарыңызға жіберіп қойыңыздар.